Жалпы осы домбыра жөнінде атап берсеңіз, қай жылы жасадыңыз? Мына домбыраны 2012-де Қытайдың Шинжаңында жүргенде 2012 жылы сол Алмын деген қалада Шинжаңдағы азаматтардың мәдениетін жаңағы ауыл еліне насихаттау деген үлкен бір форум болған. Сол форумда өз қолыммен жасадым. Онда біз 5-6 күн соң мұражайда бұл қазақтың жас халықтардың мына фольклорлық өнерін соған насихаттап, сол кезде жасаған домбырам. Жақсы, жаңа сіз айттыңыз ғой, сұхбат сол кезде сол жерге қойып жүрді. Жалпы осы қазақтың өнерін шетелде танытып жүрген сияқты. Жақсы келеді, жаңа сіз айттыңыз ғой. Енді болашақта біз осы қазақтың мәдениетін, қазақтың қолөнер мәдениетін әсіресе ұмытылып қалған жаңағы музыкалық аспаптар болсын, басқа да құндылықтарымызды шетелге насихаттау өзі бізге өте маңызды мәселе де. Осыны ары қарай көптеген музыкалық аспаптарымыз қазір табылып жатыр. Мысалы, кейбіреуін жаңғырту жасап жатырмыз. Енді осыны кәдімгі жүйемен кітапқа жазып, оның жасар әдістемелерін жазып, кейінгі ұрпақтарға қалдыруымыз керек.